Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 121-ші сабақ мәтін және сөйлем тақырыбын жалғастыратын боламыз. 9-ші тапсырма мәтінді оқы. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтеріле алмай төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең. Ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Ал енді балалар мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер. Наурызда қандай өзгеріс болады? Наурызда күн ұзарады. Наурыз қандай мереке? Наурыз халықтық мереке деп балалар мәтін мазмұны бойынша бір-бірімізге сұрақтар қоюымызға болады. Мәтінде ұзын сары сөзі нені білдіреді? Жауабын жаз. Ұзын сары сөзінің мағынасы ұлыстың ұлы күні дегенді білдіреді. Мәтінге ат қой. Мәтінге ұлыстың ұлы күні деген ат қоюымызға болады балалар. Наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Себебі наурыз келгенде күн мен түн теңеліп, табиғат жанданады, күн жылынып, жан-жануарлар төлдейді, сондықтан да жыл басы деп атайды. Сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар? Балалар, бұл мерекені қалай атап өтесіңдер? Сол жайлы өз ойларыңды жазуларыңа болады. Мысалы, бұл мерекеде киіз үйлер тігіледі, балалар. Наурыз көже пісіріліп, құрт, ірімшіктер дайындалады, қазақтың ұлттық ойындары ойналады. Осылайша наурыз мерекесі тойланады. 10-шы жаттығу сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Наурыз сызықша жыл басы, нүкте, нүктеден кейін бас әріппен жазылады. Бұл кезде күн ұзарады, үтір, түн қысқарады. Нүкте, бас әріппен. Наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Нүкте. Осылай балалар тыныс белгілерін дұрыс қойып, сөйлемді қатесіз көшіріп жазамыз. Ал енді мәтіндегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемдерге айналдырып жаз. Сызықшаның қойылу себебін түсіндір. Балалар, жалаң сөйлем дегеніміз тек тұрлаулы мүшелерден ғана болады, яғни бастауыш пен баяндауыштан ғана. Ал жайылма сөйлемде тұрлаулы мүшеде, тұрлаусыз мүшеде болады. Наурыз жыл басы. Бұл бізде өзі жалаң сөйлеме. Келесі күн ұзарады, түн қысқарады және наурыз ұлттық мейрамымыз. Осы екі сөйлемдегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемдерге айналдырдық. Ал енді сызықшаның қойылу себебін айтатын болсақ, наурыз сызықша жыл басы және наурыз сызықша ұлттық мейрамымыз. Мұнда егер екі бастауыш қатар келсе, ортасына сызықша қойылады, балалар. Екінші бастауыш баяндауыш қызметін атқарады. 11-ші жаттығу сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда. Наурыз тойының мақсаты халыққа тоқшылық, молшылық тілеу. Бірінші баяндауышты табамыз. Не істеу? Тілеу, баяндауыш. Не тілейді? Тоқшылық, молшылық. Бастауыш. Кімге тілейді? Халыққа тілейді. Тұрлаусыз мүше, яғни толықтауыш. Мақсаты, несі? Бұл бастауыш. Наурыз тойының ненің? Тұрлаусыз мүше, яғни анықтауыштың сұрағы. Келесі сөйлем сол үшін қазан наурыз көже жасайды. Алдымен баяндауышты табамыз. Не істейді? Жасайды. Баяндауыш. Не жасайды? Наурыз көже жасайды. Бастауыш. Қанша наурыз көже? Қазан. Не үшін? Сол үшін. Бұлар тұрлаусыз мүше, яғни пысықтауыштың сұрақтары. Төмендегі кестені наурыз көже құрамына енетін дәм атауларымен толықтыр. Наурыз көже құрамына енетін дәм атаулары құрт, тұз, қазы, ет, жүгері, бидай, тары, тағы да басқа дәм атауларымен толықтыруымызға болады, балалар. 12-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Суреттегі зат атауларының алғашқы әрпін тор көзге жаз.
қандай сөз шықты, ол туралы өз ойыңды айт. Бірінші, нан, н әріпін жазамыз. Екінші, алма, а әріпін жазамыз. Үшінші, оқ, у әріпін. Төртінші, радио, р әріпін жазамыз. Бесінші, ыдыс, әріпі. Алтыншы, зырылдауық, с әріпін жазамыз. Сонда балалар, наурыз деген сөз шықты. Тор көздегі сөзбен сөйлем құрастыр. Құрастырған сөйлеміңді сөйлем мүшелеріне талда. Наурызда наурыз көже жасалады. Наурыз көже бастауыш, жасалады баяндауыш, наурызда тұрлаусыз мүше. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.